Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Sümme men ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Qasiyeti Ramazan ayı, Kur'an түскен ay. Allah Tağala qasiyeti Kur'an-ı Kerim'inde Ramazan ayı sonday bir ay, ol ayda adam balasını тура жолға және ақ пен қараны ажырату үшін дәлелдер түрінде Құран түсірдік деген. Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдар арасында ең жомартжан болатын. Рамазан айы туып Жәбір алейхиссаламмен кездескен кезінде одан да өткен жомарт болатын. Жәбір алейхиссалам Рамазан айының әр түрінде Алланың иесі саллаллаху алейхи ва салляммен кездесіп Құран оқитын еді. Алланың иесі саллаллаху алейхи ва саллям Жәбір алейхиссаламмен кездескен кезінде жер бетіне берік әкеліп, желден де жомарт болатын еді деген. Алланың иесі саллаллаху алейхи ва саллям қиямет күнінде ораза ұстаған және Құран оқыған адам шапағатшы болады деген. Ораза Раббымызға, Раббым, мен оны ішіп жеуден және шахуаттан тыйған едім, мен сол үшін шапағатшы етейін. Ал Құран айтады, мен оны түнде ұйқысынан оятқан едім, сол үшін шапағатшы етейін дейді. Раббымыз рұқсат беріп, ол екеуі шапағатшы болады деген. Алланың иесі саллаллаху алейхи ва саллям Құран оқыңдар, өткені қиямет күні Құран өзі оқығанға шапағатшы болады деген. Алланың иесі саллаллаху алейхи ва саллям Құранды шебер оқыған адам Аллах Тағаланың әміріне бойсұған періштелермен бірге болады. Ал Құранды қиналып, кідіріп оқыған адам 2 есе сауап алады деген. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхудың әсәрінде кімде-кім күндіз Құранды хатым ететін болса, кешке дейін періштелер оған салауат етеді деген. Кімде-кім түнде хатым ететін болса, таңға дейін періштелер Алладан сол адам үшін кешірім тілейді деген. Құрметті мұсылман бауырлар, амалдардың сауабы еселенетін қасиетті Рамазан айында қасиетті Құран-ы Кәрімді хатым етіп, тараух намаздары қатысып, ізгі амалдарда болайық. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин.